Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Қалымова Ұлпан Тілеубек қызы. Мен Қайнар білім беру және бос уақытты қамту кешенінде қосымша білім беру педагогы болып жұмыс жасаймын. 5-6 жастағы балалар аралығындағы Балбұлақ интеллектуалдық дамыту шығармашылық студиясында қоршаған ортамен танысу сабағынан беремін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жыл мезгілдері. Мақсаты жыл мезгілдерімен таныстырып, балалардың ой өрісін, дүние танымын дамыту. Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйіміз қалай? Жақсы балалар. Келіп мына жерге келіп, біз екі топқа бөлінеміз. Бұл жердегі жапырақтар жылдам таңдаймыз. Келіңдер. Жылдам ала қойыңдар. Ал кімде қандай жапырақ, сол столға барады. Кімде сары жапырақ, сары столға барады, иә? Ал кімде қызыл, келіп айзелесем, жылдам бала. Тез. Мұстафа келіп. Так, сенде сұрпет. Балалар, біз сендермен бүгін жыл мезгілдері тақырыбымен танысатын боламыз. Бәріміз жақсы білеміз, бір жылда неше мезгіл бар? 4 мезгіл бар, жақсы. Ал атай қойыңызшы жылдан, қандай мезгілдер? Күз бар. Я, тағы жаз, күз айтылды. Қыс, және көктем. Жақсы. Қазір қандай жыл мезгілі? Күз мезгілі. Күз мезгілінде қандай өзгерістер болады? Айтайықшы жылдан балалар. Қандай өзгерістер болады күз мезгілінде? Жапырақтар түседі. Жаңбыр жауады, жақсы. Күн далада бұлт қаптайды, сосын тағы да адамдар жылы киінеді. Жақсы балалар. Ендеше біз сендермен осы бүгінгі жыл мезгілдер тақырыбы бойынша мына кестемен жұмыс жасаймыз балалар. Қазір. Так, балалар, мына кесте. Осы бойынша қазір сөйлейміз, дайындаламыз. Ал, сендер мына дайындалдық. Осы бойынша балалар сөйлейміз, кесте бойынша сөйлейміз. Так, жылдам. Кім дайын балалар? Мен. Мұстафа, ал айта ғой. Сенде қай мезгіл? Орнынан тұра ғой. Сенде қай мезгіл? Жаз. Жазға дұрыстап қараймыз. Я, күз мезгілі, ал күз мезгілінде айта ғой, сөйлей ғой. Жапырақтар түседі. Дұрыс айтасың, жапырақтар түседі және бірінші сарғаяды, сосын жапырақтар түседі. Сосын ненің суреті тұрып қараймыз? Күн ме? Күн. Я. Күн ұзара ма, қысқара ма? Күн қысқарады, ал түн ұзарады. Жақсы, ары қарай. Жылдам айтамыз, Мұстафа. Кетеді. Я, құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Сосын, мына жерде киімнің суреті тұр. Жылы киінеді. Адамдар жылы киінеді. Толық айтамыз. Келесі Халима, жылдам айта ғой. Сенде қандай мезгіл? Қандай мезгіл сенде? Қараш, дұрыстап. Айта ғой. Жаз, мезгіл айзере айта ғой, ары қарай. Сөйлей береміз, ары қарай. Жазда жаңбыр жиі жауа ма? Жоқ, толық айтамыз. Я, жазда жаңбыр азақ жауады. Жаңбырдан кейін не шығады? Дұрыс айтасың, кейбір қосақ шығады. Тағы да ары қарай суретке қараймыз. Не көріп тұрмыз жылдам? Көбелектер және гүлдер өседі, ары қарай. Шырша, орман тоғай. Барлық ағаштар қандай болды? Жасыл болады. Құстар не істейді? Ән салады, ары қарай. Жылдам. Сосын құстар қаттырақ айтамыз. Ұя салады, жақсы. Тағы жақта кім дайын? Ал аяғы сөйлей ғой. Сендерде қандай мезгіл? Суретке қараймыз. Қыс мезгілі. Айта ғой. Не көріп тұрсың суретте? Бұлт басады. Сосын не жауады? Жаңбыр ма қысты күні? Не жауады қара? Қысты күні не жауады? Қар жауады, жақсы, ары қарай. Не көріп тұрмыз? Үй көріп тұрсың, Үйде не шығып жатыр? Бәрі. Иә. Бәрі. Ұят болады.
үйде жылу беріледі. Ары қарай мынау қандай белгі? Балалар. Яғни ұл балалар мен қыз балалар жылы киінеді және қармен ойнайды. Ары қарай жылдам. Тез айтамыз. Құстар. Қыстап қалатын құстарға не істейді адамдар? Не береді? Оларға нанның қиқымын немесе жем береді екен. Адамдар оларға қамқор болады екен. Жақсы балалар, бұл тапсырманы сендер жақсы орындап шықтыңдар. Келесі тапсырма балалар. Біз қазір таяқшалармен жұмыс жасаймыз. Таяқшалармен. Бұл алдарындағы суретке қарап, жыл мезгілдеріне қатысты бейнелерді таяқшалармен құрастырамыз. Жылдам балалар. Ал, істейміз. Тапсырма түсінікті ма балалар? Жыл мезгілдеріне қатысты суреттер бар ма? Ішінде тауып алып, соны құрастырамыз таяқшалармен. Жылдам құрастырамыз. Сосын маған көрсетеміз, жинап тастаймыз, басқасын бұрамыз. Тез. Аха. Жарайсың. Диляр, не көріп тұрмыз жыл мезгілдеріне қатысты? Мысалға, мынау не? Не бұл? Жапырақ. Ендеше жапырақтың бейнесін мұнда сала қой. Тез палочкамен істей қой. Дәл осылай істейміз. Жақсы. Сенде жалау істедің ба сен? Тағы да бұзамыз, басқасын істейміз. Тағы да жыл мезгілдеріне қатысты. Мысалға. Не мынау? Саңырауқұлақ. Ендеше саңырауқұлақ сала қой. Жылдам сала қой. Құрастырамыз. Так, Алдияр болды, Алдияр? Сенде не шықты, Алдияр? Айта қойшы. Не шықты сенде? Саңырауқұлақ. Ал, саңырауқұлақ қай кезде оны біз жинап аламыз? Неден кейін өседі саңырауқұлақ? Не жауғаннан кейін өседі саңырауқұлақтар? Жаңбыр жауғаннан кейін саңырауқұлақ өседі. Оны біз көбінесе күзде оны жинап аламыз. Жақсы. Так. Тағы да Алимран істей ғой. Балалар мұнда гүл де бар, гүл істеуге болады, күн істеуге болады. Қардың бейнесі бар мұнда, қардың. Жақсы балалар, ақа. Так, Кәне, сен ше не істеп жатсың? Жұлдызша, жарайды, ақа. Сен де саңырауқұлақ істедің, не? Сен де саңырауқұлақ жасадың. Жақсы, тамаша. Біз осындай таяқшалармен балалар әртүрлі бейнелерді жасадық. Ендеше таяқшаларды балалар жинап тастаймыз. Жылдам жинап тастаймыз. Жақсы, үй ішіп істедің, үй істедің, жақсы. Жарайсыңдар. Балалар таяқшаларды жылдам жинап тастаймыз. Келесі тапсырмамызды орындаймыз. Сала қойыңдар, таяқшаларды сала қойыңдар. Келесі балалар, дидактикалық ойын, артығын тап ойыны. Бұл жерде не артық? Балалар, дидактикалық ойын, артығын тап. Бұл жерде не артық соны белгілейміз. Айтпаймыз, өзің істейсің. Қазір қардап берем. Балалар, осымен біз сабағымызды аяқтаймыз. Сендер өте жақсы қатыстыңдар сабаққа. Көңіл күйлерін, енді алдарындағы көңіл күйлерін білдіру үшін алдарындағы смайликті көрсете қоямыз балалар. Бүгінгі көңіл күйлерін қандай, сабақ қалай өтті? Смайликті көрсетеміз алдарындағы. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Рахмет сендерге.